Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы домен атауы және түрлері. Домен дегеніміз не? Домен атауы бұл интернеттегі сайттың немесе ресурсқа қолжетімділіктің адресі. Яғни пайдаланушылардың есте сақтап, браузерге теру арқылы сайтқа кіруін жеңілдететін мәтіндік атау болып табылады. Қарапайым тілмен айтқанда, интернеттегі әр сайттың сандық IP адресі болады. Мысалы ретінде 192, 168, 1 сияқты. Бірақ адамдарға оны есте сақтау қиын. Сондықтан да домен атауы осы IP адрестің орнына қолданылады. Домен атауы бұл веб-сайттың интернеттегі бірегей мекен-жайы. Ол IP мекен-жайды есте оңай сақталатын атауға түрлендіреді. Бұл жерде біз домен атауының түрлеріне және тоқталатын боламыз. Бұл жерде жоғарғы деңгейлі домендер көрсетілген top level domains. Яғни, бұл барлық елдер мен қолданушылар үшін ашық. Мысал келтіретін болсақ, коммерциялық емес, желілік ұйымдар, білім беру және үкіметтік ұйымдарда қолданылатын жоғарғы деңгейлі домендер көрсетілген. Келесі бұл жерде домен атауының түрі елдік кодтық жоғарғы деңгейлі домендер, яғни country code белгілі бір елге немесе аймаққа тиесілі. Бұл әр елге тән домендік код, яғни ол бізде екі әріптен тұрады. Бұл домендер географиялық орналасуды білдіреді. Мысалы ретінде .kz, яғни бұл Қазақстан елінің елдік кодтық жоғарғы деңгейлі домені. Use Америка құрама штаттарыныңкі, Юг Ұлыбритания, ru. Бұл бізде Ресей, CN, яғни Қытай елінің елдік кодтық жоғарғы деңгейлі домені. Келесі, бұл бізде үшінші деңгейлі домендер. Яғни жаңа жоғарғы деңгейлі домендер бұл бізде белгілі бір мақсатқа арналған, яғни сандық кеңістікті кеңейтеді. Мысалы ретінде .shop бұл интернет дүкендерге арналған, .tech яғни техникалық компанияларға, .blog блогтар үшін өте қолайлы, .travel саяхат сайттарына тиімді, .online бұл кез келген онлайн бизнестерге жарамды болып келеді. Екінші деңгейлі домендер second level domains, яғни бұл нақты атау немесе ұйымның атауы. Мысал ретінде google.com, edu.gov.kz, openai.org. Яғни бұлардың барлығы пайдаланушы доменді тіркеу кезінде дәл осы бөліктерді таңдайтын болады. Келесі үшінші деңгейлі домен бұл бізде subdomains деп аталынады. Яғни бұл жерде негізгі доменге қосымша бөлім беріледі. Құрылым мен мазмұнды бөлуге көмектеседі. Бұл бізде www.google.com, mail.yandex.kz, student.edu.gov.kz, яғни үшінші деңгейлі домендер бұл жерде www, mail және студент. Яғни бұл сайт ішіндегі қызметтерді бөлуге немесе арнайы бөлімдер жасауға арналған. Домен атауын тіркеу. Бұл жерде домен атауын тіркеу үшін тіркеу процесі бұл жерде қарапайым және тез онлайн форманы толтыру қажет болады. Тіркеушіні таңдау, GoDaddy, Namecheap сияқты компаниялар, сенімді провайдерді таңдау қажет. Тіркеу мерзімі бұл жерде домендерде 1 жылдан 10 жылға дейін болып келеді. Ұзақ мерзімді таңдау бізге тиімді әрі қолжетімді. Домен құны бұл жерде жылына 10-нан 20 $20 дейін көрсетілген. Бұл жерде баға тіркеушіге байланысты. Домен атауын таңдауға негізгі кеңестер. Домен атауын қалай таңдауға болады? Қысқа әрі оңай, яғни есте сақтауға жеңіл атау табу қажет. Брендке сәйкес брендіңізді көрсететін атау болуы қажет. Тіркеу мүмкіндігін тексеру, яғни бос домен атауын табу қажет.
Мысалы nick.kz, godaddy.kz, godaddy.com сияқты бізде программалар бар, сол арқылы көруге болады. Тіркеу қызметін сатып алу арқылы одан кейін DNS жазбаларын орнатып веб-сайтпен байланыстырамыз. Домен атауының маңыздылығы, яғни SEO іздеу жүйесінде. Бұл жерде кілт сөздер, қысқа атау және ұзақ атау деген 3 диаграмма көрсетілген, яғни домен атауының SEO үшін маңызы зор. Кілт сөздерді іздеу жүйесінде көмектеседі, сонымен қатар домен жасы да рейтингке әсер етеді. Домендік жүйенің, яғни DNS-тің жұмыс істеу принципі. Бұл жерде пайдаланушының сұрауы, яғни веб-сайт атын енгізеді, DNS серверге жіберу, браузер сұрауды жібереді, IP мекенжайды табу, яғни DNS доменді IP-ге аударады. Сайтты көрсету веб-сайт экранда ашылады. Домен атауының маңыздылығы, құқықтық аспектілер. Бұл жерде сауда белгісін қорғау, яғни домен атауы брендтің бөлігі болып табылады, оны заңды түрде қорғау керек. Доменді ұрлаудан сақтану, яғни қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, екі факторлы аутентификацияны қосу қажет. Құқықтық мәселелерді шешу, дау туындағанда заңгерлерге жүгіну қажет және уақытылы әрекет ету маңызды. Қорытындылай келе, домен атауы онлайн табысқа жетудің негізі, дұрыс таңдалған домен брендіңізді нығайтады, оны қорғау және тиімді пайдалану маңызды. Домен атауы бұл интернеттегі сіздің мекенжайыңыз болып табылады, ол сенімді, есте сақталатын және сіздің немесе ұйымыңыздың мақсатына сай болуы керек.